Айша бибі мен сиқырлы алма ертегісі. Ертеде алыс өлкеде жан-жануарлармен достасқан Айша бибі деген бойжеткен өмір сүріпті. Бір күні ол орманда жүріп, өзен жағасында ерекше ағашқа тап болады. Ағашта жарқ-жұрқ еткен алма тұр екен. Айша бибі сол алмаға қолын созғанда, сиқырлы дауыс былай дейді: осы алмадан дәм татсаң, жүрегіңдегі арман шын болады деген екен. Сол кезде қара көзді қыз алма үлкен тілекті айтып тістегенде, маңайындағы алқап жайқалып, оған жеткізілмеген жұмақ әлемнің есігі ашылыпты. Сол жерден Айша бибіге қасиетті киім мен сиқырлы ыдыс сыйлаған. Олар арқылы ол ауылына баратын жолды табатын. Ауылға оралған соң барша ауыл халқына мол өнім, татымды сүт, дәмді нан беріп, олардың өмірін гүлдендірген. Содан бері амандық пен береке тілеген әрбір жан Айша бибі секілді тазалық пен адалдықты жүрегіне серік еткен екен.